Ассалаумағалейкум, құрметті канал көрермендері. Мынау көпшіліктің сұранысы бойынша осы мына қораңызға обзор түсіріп жіберіңізші деген екен. Мына қорамызға обзор түсіреміз. Ода тұрған ешқандай қиындығы жоқ. Әрбір бауырымыз өзі үйінде отырып жасап алса болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне енді бұл жерде мынау қорамызда ең бірінші қазір видеоны тоқтата тұрып айта кетейін. Мынау тиктоктан көріп отқан болсаңыздар, осы видеоның жанында плюс белгісі бар. Комментарий жазатындардың үстінде сол плюс белгісін басып, каналға тіркеліп кетсеңіздер, болмаса подписаться батырмасын бассаңыздар, ютубтан көріп атсаңыздар да подписаться дегенді, тіркелу дегенді басып, тіркеліп, комментарияға кіріп, пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, мынау бір-бірімізді шаруалар қолдамасақ, бізді ешкім қолдамайды. Бұны кеңінен тарауына ықпал тигізеді. Бір адам осындай жәндігі іздеп жүрген кісілерге осы видеоның тарауына септігін тигізетін болады. Қазір енді сіздерге видео обзор жіберемін. Барлығын өлшеп метрмен. Бұл қошқар қораның пайдасы. Бұның пайдасы, міне көрсеңіздер, малдың асты тап-таза тұрады. Бірінші тазалық болса, малда көп аурулар болмайды. Ертеңгі күні малда тұяқтарының арасы жәндігі сар су жиналып, сондай аурулар шығып жатады. Одан кейін мынау зәрінен бөлінетін аммиактан көздерінің жасаурап, көздерінің ақ түсетін сондай аурулар болып жатады. Ешкі малында, мысалы үшін жәндігі желіндерінде проблемалар болып жатады. Сондай нәрселердің алдын алу үшін мынау өте тиімді. Мына жерге нелері үлкен дәреттері шықса, қилары, құмалақтары мына астына түсіп отырады. Көрдіңіздер ме? Міне астына езілмей түседі. Бұл езілмей түскен қидан еш шықпайды. Бұл уже тұяқпен езіліп, одан зәрі қосылғаннан кейін, одан уже аммиак бөлінеді. Ода адамның өзіне де мына жерде жұмыс жасауда өте қиын болады. Ал бізде мысалы үшін мына жерде қазір ешқандай еш жоқ. Мына тап-таза, мына жағының барлығы тап-таза, рахат. Ал мынау енді сауын ешкілер былайынан мысалы үшін осындай қорада өсіп жүре береді бұлар. Міне қазір қараңыздар. Мыналар мысалы үшін былайынан кәдімгі жерде жүрсе, мыналарда міне мынандай болады. Мыналарды қазір мен мысалы үшін қазір неяқта тазалап атқан едім. Қазір мына жердің өзінде мысалы үшін 10 тачка қи шықты. Уже езілген, неяқтары суланған, сондай болады. Ал мынада мына тап-таза мал, қай уақытта да мынау толам дегенше де мысалы үшін 1 айда болмаса 2 айда тазалап тастай беруге болады. Әрі құрғақ, жеңіл болады. Енді қазір қараңыздар. Бұл жерде менің мынау қорамның өлшемі, енін өлшейін. Тайғанақ екен. Қазір жігіттер негізі ұста жігіттер жасап жатыр. Арзандау болуы мүмкін. Меніңкі біреуі 160 мың теңге болды, біреуі 180 мың болды. Неге десеңіздер, баяғы темірлермен жасалынған. Міне ені 1:43. Сыртқы өлшемдерін айтып жатырмын. Ені 1:43. Ал енді ұзындығын көреміз. Ұзындығы ұзындығы 2:34. 2:34 міне. Ұзындығы 2:34. Осылайынан 2:34. Ал енді ақырдың өлшемі мына 1:82. Енін өлшейік ақырдың. 1:82 ұзындығы, ені 38. Енді сіздерге айтар кеңесім, енді мен қазір тәжірибеден көріп атқаным, мына ақырдың мына басын биіктеу қылыңыздар. Мына басын биіктеу қылыңыздар. Неғұрлым биіктеу болған жақсы. Себебі ары бері өткен мал, сондайлар шашып кете бермейді. Одан кейін бір жерге асығыс кетіп жатқан кезде көптеу шөп салатын болсаңыздар да, мына шөптің көп шашылмауына ықпалын тигізеді. И мынаны мейлінше ішін тереңдеу қыла беріңіздер. Сонда қолайлы болады екен. Қазір мысалы үшін босқа мына жерде орын жетіп жатыр. Соған мынаны кішкене төмендеу қылсаңыздар, бір тағы да 20 сантиметр қоссаңыздар, керемет болып кетеді екен. Енді бұл қолды өлшеймін. Көрсеңіздер, қиларының бәрі астында жатыр. Қазір мынау қолдың өлшемі, қолдың арасындағы тесіктердің өлшемі мына 3 сантиметрден, аралары 3 сантиметрден екен. Міне аралары 3 сантиметрден, полдың рейкаларының өлшемі 4-түк. Міне 4-түк, таза 4-түк.
рейкалар. Таза төрт. Қазір жерден мынаның биіктігі, мынаның да неғұрлым биіктеу қыла берсеңіздер жақсы болады екен, бірақ қыстың күні қиындау болады көзде. Сол үшін мынаны осы өлшемнің өзі де жетеді. Мына 34. Жерден мынаға дейін 34. Одан кейін сіздерге тағы да бір айта кетер кеңесім. Мынаны жасаған кезде, қазір мысалы үшін маған арғы бастарын алу шамал қиындау түседі. Сол үшін сіздер былай қарата уклон беріп, астына қаңылтыр қағыңыздар. Мына жерден мысалы үшін қаңылтыр беріп, былай қарата уклон қылып қойсаңыздар астына. Сонда қиы дөңгеленіп өзі мына алдына түсе беретін болады. Алдынан сыпырып жинап ала бересіздер. Сол өте ыңғайлы екен негізі. Былайынан уклонмен жасап алсаңыздар, оның ешқандай қиындығы жоқ. Артына жаңағыдегі вартет саласыздар, болмаса шұрыппен қатыра салуға болады. Енді мына есіктің өлшемін алайын. Мен мына жіппен байлап қойғаным, менде мына ешкілер бар ғой. Ешкі мал деген өте қиын малды. Келіп, мынаны тіспен ашып кетеді ғой мына. Міне, қазірдің өзінен уже ашып қойған, көрдіңіздер ме? Құр тұрмайды. Мынаны тіспен ашып кетеді, одан кейін қошқарлар сыртқа шығып кетеді. Так, енді мына есіктің өлшемі. Есік 43. Есіктің ені 43. Енді есікті, егерде мынаны шамал кеңдеу қылатын болсаңыздар, есікті үлкендеу қыла бергендеріңіз абзал болады. Ертең қошқарлар семірген кезде кіріп шығу қиын болады, алып шығуларыңыз. Мына 84 жарым, мына 84 жарым былайынан ұзындығы есіктің. Енді су тұратын шелек қойғышымыздың несі? Мына жерден шелектің биіктігі 45. 45-те су тұр. Енді қазір немізді өлшейік. Бұл да сондай жоба болу керек. Полдан астауға дейін ровно 50. Полдан астауға дейін ровно 50. Мына біреуі осылайынан жасалынған. Барлығы мына болтпен қатады. Болтпен құралмалы, жиналмалы. Мынаны бөліп аластардағыны басқа жерге орната беруге болады. Одан кейін мынаусы мына. Бұның ерекшелігі, баста менде мына навес жоқ еді. Сол себепті мынандай мен алғамын. Мынау қазір мынау съемный мынау. Алмалы салмалы, міне көрдіңіздер ме? Мынадан көтеріп аласыздар. Сөйтіп жәндегі қажет емес кезінде көтеріп алып тастауға да болады. Болмаса дәл осылайынан далаға қойсаңыздар да болады. Жауын шашын тимейді. Мына жауын шашынды мынаның арт жағын кішкене созып жүрсеңіздер, арт тағы да бір жарты метр, 1 метр болатын болса, ішке қарай ұрмайтын болады. Сөйтіп артымен жауынның жауатын жағына, жел соғатын жаққа қарай артқы бетін қаратсаңыздар, себебі ақырғы қар, ертең күні су түспес үшін. Мына көрдіңіздер ме? Қазір мына жерге мен текені қойып қоя салдым, күн жылы. Мына ешкілер күйлеп нағаннан кейін. Мына жерде мынау жәндегі жас мал тұрған кезде аяқтары түсіп кетуі мүмкінді, бір-бірімен таласқан кезде. Соған берілген упор мынау. Так, енді бұның өлшемі қанша екен, қазір бұны да көріп жүрейік. Бұның да өлшемі қазір 2-де 33. Міне 2-де 33. Сол екеуі бір-біріне келеді. Екеуі де бір-біріне келеді. Мынау бір жақсы жағы, мынандай қылып қойсаңыздар, биіктігі де высотасы өте жақсы. Қазір мынау 24. Мынау 24 болып тұр. Одан мынаусы бар. Сонымен где-то 30. Мына 30 мынаның өзіне қосылып тұрды. Сонда кез келген малдың жәндегі басы тимейді. Мүмкіндікте одан кейін қатты биік болып кетсе де, ертең жауын шашын нелер тиіп ішке қарай кіреді. Неғұрлым пәстеу болған жақсы. Бірақ адамға іште жүруге ыңғайлы болуы керек. Сонда мынау қазір 30 болатын болса, жалпы полға дейін, кришадан полға дейін қазір 140 бар екен. Мына кришадан полға дейін 140 бар. 140-та адам кішкене еңкейіп жүруге болады ішінде. Мына көрдіңіздер ме? Барлығы съемный, болттармен жасалынған. Мына шарбақтарының ара қашықтығын айтайын. Шарбақтарының ара қашықтығы 11-ден екен. 11 сантиметрден. Көрдіңіздер ме? Осылайынан жасап алсаңыздар
әрі таза болады, әрі қиын болмайды. Бұл қошқар деген ертеңгі күні семірген сайын уже бой бермейді адамға. Сол кездерде жақсы. Одан кейін үйде бала шаға болса, жем сала саш дейсің, 2 мезгіл келіп, жемін салып кете береді мына жерге. Шөбін сала салады. Мысалы үшін шөбін міне тұр. Міне, осы жерден алаттағына шөпті сала салады. Шөпті бірақ мезгіл береміз біз. Жемді 2 мезгіл береміз. Міне. Енді осына видеоға тіркеліп, яғни подписаться батырмасын басып, одан кейін комментарий бөліміне жәндегі жақсы пікірлеріңізді жазып, жақсы рекке шығатын болса, Құдай қаласа, қошқарларды немен бағып атқандығымды көрсететін боламын. Міне, қалай бағып атырмын, не беріп атырмын. Қазір мыналардың бәрі енді 2 тіс жарып атқандар. Еттері жақсы. Міне, қылшық жүн. Қазір міне еттерінің бәрі жақсы. Құр ісініп тұрған жоқ болар. Міне, қазір тығыншықтай болып тұр. Міне, көрсеңіздер. Одан кейін айта кетейін, алам деушілер болатын болса, міне тұқымдыққа алуға болады. Тұқымдыққа алуға болатындай қошқарлар. Міне, қылшық жүн әдемі. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет қошқарлар. Жас қошқарлар, әлі күйікке түспеген. Құлақ өлшейтін бетіңіздер, міне, құлағы да төмен түскен, ұзын, жақсы. Дене бітімдері, гарбанозы бәрі бар. Мынаусы әсіресе мына мен мынау өте сирақты, жақсы, әдемі. Тұмсықтары барлығы. Сол, Құдай қаласа, тіркеліп, жәндегі жоғарыда плюс белгісін басып, тіркеліп, комментарий жазып, осылайынан қазақ бауырларыңызды қолдап, рекке шығарып жүрсеңіздер, Құдай қаласа, мен де сіздерге арнап, осы қандай рационмен, қалай жем беріп атырмын, қалай ең бірінші кіргіземін, одан кейін қандай уколдар салуға болады, яғни укол болғанда да витаминдер қандай не салуға болады, соның барлығын сіздерге толық келесі видеоға обзор қылып жасап беретін боламын. Баршаңыздың кәсіптеріңіз берекелі болсын.